Ойлануға берілген уақыт аяқталды. Бірден жауапты жазайын. Бізде жауап сұрақ белгісінің орнында тұру керек болған сан 3 екен. Заңдылығын түсіндіріп кетейін. Қараңыздар, бұл жерде тізбектегі сандарымыз кему ретімен тұр. Енді арада азайтқыш қанша екендігін анықтайық. 158-ден 78-ді азайтатын болсақ, 80-ге тең болады екен. Ары қарай 78-ден 38-ді азайтатын болсақ, 40-қа тең екен. Демек, азайтқышымыз әр келесісінде 2 есе азайып тұрған екен. 38-ден 18-ді азайтатын болсақ та, 20 ол 40-тан 2 есе кем екендігіне көз жеткізіп отырмыз. 18-ден 8-ді азайтатын болсақ, келесінде айырмашылығы бұл жерде 10 болады. Дәл осылай енді біз 8-ден 10-ның жартысын азайтатын болсақ, яғни 5-ті, біздің жауап 3 шыға келеді. Заңдылығы дәл осылай.